Жамбыл облысында жасөспірімдер үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі жетім балаларды алдап 15 миллион теңгеден астам қаржысын жымқырып кеткен. Светлана Числавлева батылдық танытып полицияға жүгінгендердің алғашқысы. Ол алаяқтар әрекетінің құрбаны болдым дейді. Сөзінше былтыр өзі секілді жасөспірімдер үйінде тұрып жатқан құрбысы Замира есімді әйелмен таныстырған. Ол бұрын осы мекемеде 1 жыл тұрған екен. Жаңа танысы сәл сөзден соң Светланадан ақша сұрап қиын жағдайға тап болғанын айтқан. Тіпті балаға ота жасау керек деп те қиылыпты. Оған көнбеген соң пәтерге апарып түнгі 2-3-ке дейін тағы ұстаған. Сол жерден нотариуста табыла қалған. Жібермейтініне көз жеткен соң амалсыз қол қойдым дейді, бірақ мекемеге келе сала директорға шағымданған. На жалость давили. Я сперва не согласилась подписать документы. Орталыққа түнгі 2-лер кезінде келдік. Маған олар ешкімге айтпа деді. Бірақ мен таңертең бірден директорға бардым. Сөйтсем Құнанбаев Нұрлан деген азамат шоттағы ақшаны бұл оқиға болардан 1 жыл бұрын шешіп алған деп айтты. Яғни менен бөлек бірнеше адамның ақшасын алып қойыпты. Ал Нұрлан деген жігіт біздің жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушісі болған. Бұл жайттан соң алданғандар жаппай шағымдана бастаған. Олардың жалпы саны 7. Алаяқтар әрқайсысының жинағынан кемі 2 миллионнан алып отырған. Ал мекеме басшылығы балалардың жағдайды осы уақытқа дейін неге айтпағанын былайша түсіндірді. Балдардың айтуы бойынша біз қорққанымыздан үндемедік деп айтты. Біразы даже білмегенді. Білмеген себебі олар қалай шешкенін бізде түсінбедік. Себебі бұл жерде нотариус қолы қойылған және де куәліктері жасалынған. Іске қатысты ақпан айында қылмыстық іс қозғалған. Бірақ карантинге байланысты іс тоқтап тұрды дейді орталық директорының орынбасары. Қазір тергеу қайта жалғасыпты. Облыстық балалар мен жасөспірімдер үйінің түлегі бола тұра, күдікті осы мекеме түлектерінің шотынан мемлекеттік жылжымайтын мүлік сатып алуға бөлінген ақшалай қаражатты алуға қатысты болған. Қазіргі таңда аталмыш факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі бойынша тергеп тексеру амалдары басталды. Мекеме директорының орынбасары бұл іске өзге де адамдардың қатысы бар деп болжайды. Өйткені жәбірленушілер күдіктінің жанында заңгерлер мен бірнеше ер адамның болғанын айтқан.